Баршаға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен осындай әдемі, дәмді пахлаваның рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға ұнды електен өткізіп саламыз. Оның үстінен тоңазытқыштан алынған салқын сары майды үккіштен өткізіп, ұнға батырып отырып өткіземіз. Толығымен үккіштен өткізіп болғаннан кейін қолмен араластырып, өте ұсақ болғанша крошка жасаймыз. Төрт жұмыртқаның сары уызын саламыз. Одан кейін қаймақ немесе айран саламыз. Мен екеуінен де теңдей етіп салдым. Бір шай қасық қопсытқыш салып, жақсылап араластырамыз. Ең бірінші лопаткамен араластырып болғаннан кейін қолмен жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамыр сары майға иленгеннен кейін өте тез жұмсарып кетеді. Қатаю үшін 1-2 сағат пакетке салып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді ортасына салатын салмамызды дайындаймыз. 4 жұмыртқаның ақ уызына аз-аздан қант сала отырып, миксердің төменгі жылдамдығынан бастап, көпіргенше араластырамыз. Жұмыртқаның көлемі 2-3 есе өскенше миксерлейміз. Содан соң алдын ала ұсақталған жаңғағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді кезекте тоңазытқыштан алынған қамырымызды астына ұн сеуіп 3 бөлікке бөлеміз. Бұл қамырмен тез жұмыс жасау керек. Сары майға иленгеннен кейін тез жұмсарып кетеді. Егер сіздерде қатты жұмсарып кетсе, бірінші қамырды жайып болғанша, екінші, үшінші қамырларды тоңазытқышқа қалдыруларыңызға болады. Біз қамырды 2 үлкен және 1 кіші бөлікке бөлдік. 2 үлкен бөлік асты және үстіне тұрады, кіші бөлік ортасында тұрады. Қамырларымызға ұн сеуіп, пергамент қағазының үстінде жайған ыңғайлы. Қамырларды жұқа етіп жайғандықтан ол үстелге жабысып қалуы мүмкін. Енді қамырымызды противенге қойып, оның үстінен жұмыртқалы салмамызды салып шығамыз. Салмамызды барлық жеріне түгелдей етіп бір тегіс қылып жағып шығамыз. Және ең шетіне қатты тегізудің қажеті жоқ, ол ағып сыртқа қарай шығып кетуі мүмкін. Енді екінші қамырымызды да дәл солай пергамент қағазының үстіне ұн сеуіп жаямыз. Және жайып болғаннан кейін жаңағы противендегі қамырдың үстіне төңкеруге оңай болады. Екінші қамырды жайып болғаннан кейін противен үстіне төңкеріп, екінші рет салмамызды салып, барлық жеріне жеткізіп шығамыз. Үшінші қамырымызды да жайып, пергаменттегі қамырдың үстіне төңкереміз және үстін жақсылап басып, жан-жағын қайтарып шығамыз. Себебі ішіндегі жұмыртқалы масса сыртқа шығып кетеді піскен кезде. Егер қамыр қолыңызға жабысып жатса, қолыңызды ұнға бір батырып, қайтарып шығуға болады. Барлық шетін түгелімен бекітіп шыққаннан кейін, бір жұмыртқаның сары уызын толығымен бетіне жағып шығамыз. Бетіне жұмыртқаны толығымен жағып болғаннан кейін, бетін пышақпен кесіп шығамыз. Пышақты астына дейін толық баспаймыз, тек қана бетінен бірінші қабатты ғана басып шығамыз. Мен тігінен 5 сызық, көлденеңінен 5 сызық жүргізіп шықтым. Енді барлық бөлшектердің үстіне жаңғақтың жартысын үстіне қойып, үстін басып шығамыз. Егер сіздер бетіне жаңғақ қойғанды ұнатпасаңыздар, бетіне мейіз немесе басқа да дәндерді қойып шығуға болады. Жаңғақтың барлығын түгелімен қойып болғаннан кейін, алдын ала қыздырылған пешке 170-180 градусқа жарты сағатқа қоямыз. Жарты сағаттан кейін пахлавамызды алып, үстінен сиробымызды сүртіп шығамыз. Мен сиропты бал және қайнаған суды араластырып, үстіне жақтым. Барлығын жағып болғаннан кейін
10 минутқа қызарғанша және бір рет пешке салып аламыз. Мінекей достар, біздің пахлавамыз толығымен пісіп шықты. Дәмі өте керемет, ауызға салса ериді. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Менің видеом пайдалы болса, арнама тіркеліп, пікір қалдырып, лүпіл басуды ұмытпаңыздар.